Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей өзекті парақшасында қаламыздың құпия қырларымен, сұлу сырларымен бөлісетін боламыз. Шер ағамыздың тілімен айтқанда, тарихын білмегеннің болашағы жоқ. Ендеше бірге тарихты парақтайық. 20 ғасырдың басындағы ағаш сәулет өнерінің жарқын үлгісі болып табылатын ағаш мешіті ескі Семейдің сәулет өнерінің керемет үлгісінің бірі болып саналады. Ғимарат толығымен ағаштан жасалған. Сәулеті бойынша ол қаланың басқа мешіттеріне ұқсайды. Композициялық тұрғыдан алғанда ғимарат екі бөліктен тұрады. 3 деңгейлі әсем мұнарамен безендірілген кіреберіс тобы, биік шатырмен және күмбездің астында намаз оқып құлшылық етуге арналған негізгі бөлме. Қазір карантинге қарағанда намаз жамағат оқылмайды, әрбір кісі жеке баспен оқиды. Енді осы мешітті атмосферасы жақсы. Құран оқып, Құран жаттауға болады. Самынеға дін намаз оқитын жер. Тиіс адам көп келмейді. Сол көбірек адам келсе жақсы еді. Осы карантин бітіп намаз оқыған. Ағаш мешіт деп аталатын бұл мешіт Семейдің революцияға дейінгі құрылысынан сақталған 4 діни мұсылман ғимараттардың бірі болып табылады. Сіз ағаш мешіт қаладағы ең көне деп ойлайсыз. Алайда бұл олай емес. Татарлар аумағындағы тас мешіттері мен Тыныбай Каукеновтің сол жағалаудағы мешіт әлдеқайда ертерек салынған. Бұл аймақта негізінен татарлар қоныстанды. Олар үшін ол татар қонысы немесе татар өлкесі деп аталады. Нақтылап айтар болсақ, ағаш бір мұнаралы мешіті 1910 жылы қалалық Көпес Мұзафаровтың ақшасымен салынған.